Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Түнгі ойлар арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мадина Полатқызы. Әсерлі әңгімелерді, аудио-видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Арнама қолдау білдіріп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келін. Майра бұл үйге келін болғанына 7 жылдан аса уақыт болды. Келген жері өте жақсы отбасы еді. 60-ға жақындаған атасы мен 50-ді еңсерген енесі түсінігі мол жандар еді. Майра қалаған уақытта ұйқыдан тұрып, қалаған киімін киіп, қызындай жүрді. Арада 7 жыл өткенде қайнысы үйге алыс бір облыстан келін әкелді. Өзінен 8 жас кіші қызға абысын болды. Келіннің есімі Аида еді. Аида қарапайым ауылдың қызы еді. Күнде таңертең иіліп сәлемін салып, орамалын тастамай тағып жүрді. Мейірімді келінге Майра бір аптадан соң оңаша отырғанда: «Болды енді, қонақтардың аяғы басылды. Орамалыңды тастап, сәлем салмасаң да болады. Негізі бізде сәлем салмайды, тым ерсі көрінеді. Мамадан, пападан рұқсат алып берем» деді. Келіні жымиып: «Жоқ жеңеше, мен сәлем салсам, үлкендердің батасын аламын ғой» деді. Айтқанына көне қоймаған соң, «Гүл болмасаң, бүл бол» дегендей үндемей қоя салды. Арада бірнеше ай өтсе де, келін сәлемін үзбеді. Алғашында үрке қараған ағайындар «Көп жаса келін» деп көздері үйрене бастады. Бір күні келіннің төркінінен суыт хабар келді. Айданың ағасы жол апатынан көз жұмыпты. Олар ақылдаса келе, құданың ауылына келінді жалғыз жібермей, қасына атасы, күйеуі және абысыны Майра еріп баратын болып жолға шықты. Жаназаға үлгерді. Шулап жылаған адамдар, өте көп туыстар, ауылдың бүкіл адамы жиналып, жаназасы да өтті. Айданың ағасының келіншегі, жап-жас келіншек, аяғы ауыр екен. Бірде есін біліп, бірде есін білмей, жылай-жылай күнді батырды. Ертесіне Айданы төркініне күйеуі екеуін тастап, Майра атасы екеуі қайтатын болып ерте тұрды. Майра сонда байқады. Зыр жүгіріп қызмет жасап жүрген келіндердің барлығы сәлем салып, орамал тағып жүр екен. Тіпті орта жасқа келген әйелдер де сәлем салғанда таң қалды. Барлығы таңертеңгі шайға отырды. Әлі қонақтар да көп еді. Дастархан жайылып, шай ішіліп жатқан бөлменің аяқ жағында келіннің бөлмесі бар екен. Бұлар шай ішіп бола бергенде, көздері ісіп, қызарып кеткен келін бөлмесінен шықты. Түнімен жылап, көздері ісіп кеткен-ау шамасы. Шыға сала, шай ішіп отырған көпшілікке сәлем салды иіле. Сонда дастарханның аяқ жағында отырған енесі атып тұрып келінін құшақтай алды. Ащы дауыспен: «Бауыр етім балам еді. Ажал келіп, қапыда қанатымнан қайырды. Жап-жас болған қызым-ау, мейірімсіз сұм тағдыр сәлеміңнен айырды» деп бар даусымен жылады.
Бұл сөздерге жыламаған жан қалмады. Майраның денесі түршігіп кетті. Есіне келіннің сөздері түсті. Жеңеше, мен Сәлемді күйеуімнің өмірі ұзақ болсын деп саламын ғой, дегенін енді түсінді. Жол бойы ойыннан құдағиының ащы дауысы кетпеген Майра үйіне келе сала енесіне сәлем салды. Енді үнемі сәлем салайыншы мама деп енесін құшақтап жылай берді. Амандасудың, сәлем берудің нығметтері қайда жатыр десеңізші. Біздің қазақтың тәрбиелік салт дәстүріне не жетсін шіркін. Құрметті оқырмандарым, бұл әңгіме тәрбиелі мәні бар деп білсеңіздер, жандарыңызға азық болар. Жақындарыңызбен бөлісіп, түнгі ойлар арнама қолдау білдіріп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Оқыған Мадина Полатқызы. Желіден алынды. Келесі аудио видеомда кездескенше сау, сәлеметте болыңыздар.